Қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге кешкі асқа дәмді тамақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен суға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Қамырды осылай араластыра отыра илеп аламыз. Қамырымызды орташа етіп илеп аламыз. Тым қатты емес, тым бос емес етіп илеуіміз керек. Енді оны екі бөлікке бөліп, 15 минут аралығында пакетке салып, тындырып қойып қоямыз. Енді қамырымызды тағы да алып, жақсылап мыжғылап аламыз да, тағы да бөліктерге бөліп, осылай тағы да тындырып қойып қоямыз. Сонда қамырымыз жақсы иін қандырып алады. Қамырымызды тындырып қойғаннан кейін енді сәбізді аламыз да оны теркадан өткіземіз. Бір сәбіз болса жеткілікті. Оны аламыз да теркадан өткізіп шығамыз. Бір картошка алып, оны да теркадан осылай өткізіп аламыз. Енді пиязымызды да осылайша майдалап, турап, бір пиязды турап дайындап аламыз. Пиязымыз дайын. Енді бір 200 грамм фарш салып, осылай салмасын дайындап аламыз. Неге үстіне бір қасық тұз салып, керегінше қара бұрыш, езілген салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қамырдың ішіне салатын салмасы мантының салмасына ұқсайды. Бірақ енді мантыға фарш, пияз көп болу керек. Неге қамырымыз дайын тұр, енді оны жақсылап жайып аламыз. Жоқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Қамырымызды жұқа етіп жайып болғаннан кейін енді оны бөліктерге бөліп аламыз. Осылай 4 бұрыштап тағы да кесіп аламыз. Енді қамырымыздың ішіне осылай салмасын салып, 4 бұрышты етіп, осылай бүгіп шығамыз. Бүгіп алған қамырларымызды енді манты қазанның листін алып, оны майлап, оны листтің үстіне осылай тізіп шығамыз. Енді оның үстінен тағы да майлап аламыз. Суымызды қайнатып қойып, 45 минут отқа қойып қоямыз. Енді тамағымыз пісемін дегенше табаға майды құйып, оны қыздырып, үстіне бір пиязды осылайша қуырып аламыз. Тамаққа қосымша осылай тұздық дайындаймыз. Оның үстіне бір помидорды осылайша майдалап турап алып, оны да жақсылап қуырамыз. Оған азырақ тағы да томат қосамыз. Бәрін жақсылап осылайша араластырып тұрамыз. Енді оның үстіне азырақ тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Азырақ су құйып, осылай қайнатамыз. Оның үстіне укроп салып, тағы да кішкене уақыт қойып қоямыз. Тұздығымызды осылай дайындап алдық. Біздің тамағымыз дайын. Өте керемет, жұқа үй жағдайында
жасап көрсеңіздер болады. Енді оны тарелкаларға осылай тізіп шығамыз. Тамағымыздың дәмі өте керемет, үй иелеріне ұнайды деген үміттемін. Дайындаған тұздығымызды салып, осылай дастарханға тарта беруге болады. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.